Шерфініз қайырлы olsun. Бүгін Қырмыжғалынан 1078 күні кетмекте. Эфирде заман студияда Шевкет Аматулаев çalışmakta. Украина арбилері Порошенкодан ДНР ве ЛНР кебі озыны илан еткен жұмхуриетлер еле тижарет ве малиеви мұнасабетлеріні тоқтатылмасыны талап етелер. Бұны олар Украина шарқында язған видео бейінатында білдірділер. Украинаның ижғал олынған шарқы регионларының қамачавы январының сонында башылап, малнен кеткен Юг-Араба ве тренлеріні кечірмей. Бірқач күн евелсі полиция бұл әрекетлеріні қанунсыз кібітанып, фаалиетчілеріні тарқатмаға тырышты. Ми не підтримуємо жодну політичну силу. Біз ешбір сияси күчке қол тұтмайық. Ато ветеранларына олған басқыне наразы дегілміз. Олар шымды ЛНР ве ДНР еле олған тижаретні блок етелер. Бұне берабер біз ишғал олынған территориялар арасында контрабанда әрекеті тоқтатылмасына талап етеміз. Ишғал олынған территорияларға йоланылған әрбір гривна бұл терроризм десеклену бұдыр. Бұл терроризм ісе мемлекетімізге тыншылық бермей. Украина шарқында ДНР террористлерінің атышулары нәтижесінде 15 яшында олған генчеляк олған вақия Торец кенінде олған Курдюмовка койынде бірқач күн евелісі олып кечкен. Койге қаршы женкеверлер миномет ве дигер ағыр селе бастасынен атеш ашқанлар, инсанларының евлері де виран олған. Азбарларда снарядлар патлаған ерлерде 1 метрлік чұқырлар пейда олған. Ребенок сидел за компьютером возле окна. Бала пенжері янында тұрған білгісаяр қаршысында отырайды. Атышулар башлаған вақыт телекесіз олған ер қадырып, дигер одаға кечменге башылған. Етіштірмеді. Снаряд о ерде патлаған. Араба қапыны қопарып ташлаған. Ев қапысы да виран олған. Пенжере жамлары қырылды. Снаряд парчалары оғланның юрегіне барып теген. 15 яшында еді. Еще 2 двери пробила и ребенку прямо в сердце. Мина попала, подивіться. Мина түшті, насыл етіп сақ қалғанларымызны білмейім. Бала вефат етті. Не үшін? Оның қабаты бар ма? Бізге бұл не керек? Это надо! Полрост, больше метра яма. Чуқур 1 метрден зияде терек сачмақ мүмкін. Аллах қоршаласын. Спаси Бог называется. Террорист Гивина кім өлдірді? Радио Свобода мұхберлері Болесуальнен Киев, Донецк ве Москва сакинлеріне мұражат еттілер. Нүневін ишғал олынған Донецкте өз офисінде Украина арбилерінің хорламасынен белі олған Михаил Толстых Сомали ұжым группасының елбашысы патлатылды. Менің жесіне Русия шатларыны yok еті. Өлгеніне инанмайым, белкі бір ерге қачқандыр. Русия тарафы япқандыр. Кім өлдіргенін білмейім, ләкин сағылымыз дейім. Офисінде өлдірділер, оның үшін өзінкілер арасында қыдырмақ керек. Язық, менің жесіне Украина тарафы өлдірді, олар бізні аталарды. Донбаста айдут тақымлары чоқ өзара мұнасебетлерідір, ама белки Украинадыр. Анда не олғаны білмейікті, белки анда топырақ бөлелер. Киев ұжым еткеніні көреміз, бұны кімсе истисна етмей. Это все Америка. Бұл эпысы Америка, Украина спонсоры. Портақал инқилабына да Америка тешкіл етті. Бұтын дүнияны Америка боза. Весь мир Америка разрушил. Белки үшінші тараф бардыр. Біздер ер вақыт қау кеткенімізні істейлер. Просто выгодно, чтобы мы как бы друг друга недолюбливали. Думаю, СБУ и Украины. Украина СБУ-сыдыр, кімда ула біле? С Донбассом и Украиной. Ну, кто еще может быть? Кто? КГБ, да? Түркияде язда олып кечкен үкімет авдарман тылуындан сон көрсетілген февқұляды режимінің черчевесінде репрессиялар девам етмекте. Мемлекетте да 4,5 девлет қызметшісі іштен бошатылған. Ярасындан зиядесі бұл тасил саасында çalışқан инсанлардыр. Акимет оларына Фетхуллах Гюленнен бағлыдыр деп қабатлай. Ләкин олар тек мемлекетінің шарқы Женебе регионларында зорбалық тоқтатылмасыны талап етіп, петиция имзалағанлар. Üniversitede ifade özgürlüğünü, demokrasiyi, barışı savunan insanların varlığına son verme suçuna ortak oluyorlar. Bu suç neydi? Savaş suçuydu. Antidemokratik uygulamalardı. Hak ihlalleriydi. Hem de çok ağır hak ihlalleriydi.
Hayır dedik, itiraz ettik ve itiraz ettiğimiz için bugün bu durumdayız. Bütün akademik haklarımızı ve özgürlüklerimizi, hatta artık bir zamanlar bir gazetecinin dediği gibi bizi sivil ölüme, medeni ölüme terk etmek için bütün haklarımızı, siyasal haklarımızı, sosyal haklarımızı elimizden alan bir hukuksuzluk ve bu hukuksuzluğu OHAL süreci başlarından beri yaşıyor. Кезлев sakinleri devlet hizmetlerini Berov merkezinde büyük nevbetler olğanına şikayet ettiler. Merkez açılğanda işgalci hakimiyet vekilleri canlı nevbetler yerine elektron nevbeti teşkil etileceğini bildirgen edi. Lakin o çalışmay. Sakinler soğukka bakmadan saatlarının azbarda nevbete turmağa mecburlar. Ya da alış-veriş yapkanlardan 5000 talon satıp almalılar. Написали объявление, списки не составляете, ходите как стадо. Ни один не охранник, ни один со стороны администрации не выходит. Сурукова келің дейлер. Қарауыл яда меморет хадимы чықып Иванов, Петров кырың деселер олажақта. Бір невбет тешкіл етмек керек. Мұнда келіп риэлторлар билеттеріні саталар, талонларыны 5000 рублеге теклif етелер. Эти талончики по 5000, ну капец. Не выдает. Госкомрегистр талон бермей, электронный невбеті çalışмай. Госкомрегистр талон берсе де, ода 1,5 ай олге бері. Мисал оларақ бұл ев сатылуынен бағлы олса, сайыбы біліп оламайда мескені доғры 1,5 айдан сатажағыны. Евелден талонны алсаң да, белкі бір весіқаны алып етіштірмесең, талон күчіні жоя. Не керек бұл талонларыны 1 яда 2 ай олге бермеге. Бұл saat қазір олған соңки хаберлеріміз еді. Невбеті кейенларымызны қачырманыз. Көрішкенже.